Нан дәстүрлі құндылықтың бірі, дастарханның көркі. Әр қуанышты өмір сүру үшін дастарханға келетін бір түйір нанға қаншама адамның маңдай тері сіңеді. Көктем ерте келісімен адамдар трактормен жер жыртып дән себеді, оны күтіп, баптайды, тыңайтқыштар сеуіп, арам шөптерін жұлып, зиянкестерге қарсы дәрі сеуіп, жаз бойы егін басында жүреді. Егін піскен кезде адамдар оны комбайнмен жинауға кіріседі. Күн демей, түн демей, егін алқабында егін жинаумен болады. Жиналған егінді машинаға құйып, диірменге апарады. Диірменде бидайдан ұн тартады. Ұнның 3 сорты болады. Ұнды қапқа салып, вагондарға тиеп, қалалар мен ауылдарға жөнелтеді. Қапқа салынған ұн наубайханаларға апарылады. Наубайханада ұнның әр сортынан әр түрлі нандар пісіріледі. Наубайханадан дүкендерге жіберіледі. Дүкеннен адамдар сатып алып, дастарханға қояды. Міне, көрдіңіздер ме, нанның дастарханға келу үшін қаншама адамның маңдай тері сіңеді. Тек қана қазіргі заманда ғана емес, ел басына қатер төнген ауыр да қасіретті күндерде адамдар егін басында ерінбей, жан аямай еңбек етеді.